Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бауырсақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен ашытқысын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға қант және ашытқымызды салып, араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін ашытқымыз осылай көтеріледі. Жылы сүттің үстіне ашытқымызды құямыз, тұз саламыз, сұйық май және майонез салып, барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Құрамын, мөлшерін барлығында видеоның астына жазып қоятын боламын. Ендігі кезекте ұнымызды шетінен салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды осылай бірнеше бөліктен салып отырып илейтін боламыз. Енді қамырдың бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін осылай қамырымыз 2 есе көлемде көтерілетін болады. Астына бетіне ұн шашып, қатты жұқа етпей орташа қамыр жайып аламыз. Шамамен 1 см қалыңдықта қамыр жаятын боламыз. Шетінен осылай шеңбермен кесіп аламыз. Бокалмен немесе стаканмен кесіп алсаңыздар да болады. Енді бауырсақтарымыздың бетін жақсылап жауып, 15 минутқа демалдырып қоямыз. Ары қарай шетінен алып қызып тұрған майымызда орташа отта қуырып алатын боламыз. Осымен бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.